Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жылдам дайын болатын өте оңай торт жасаймыз. Ешқандай қымбат сливке қосылмайтын, аз ғана заттан тұратын өте оңай торт сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен 300 грамм сгущенканы аламыз. Ыдысымызға салып, енді үстіне 2 жұмыртқа қосамыз, және де ерітілген сары май қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Миксер қолданбай, жай ғана венчикпен араластырсаңыздар болады. Үстіне шым-шым тұз қосып, осылай венчикпен араластырамыз. Міне осындай масса шығады. Енді үстіне електен өткізген ұнды қосып, және де 1 шай қасық қосқыш қосамыз. Барлығын араластырамыз. Міне осындай масса болып шықты. Енді осындай үлкен противинді алып, үстіне пергамент төсеп, дайын болған массаны құямыз. Осы кезде духовкамызды қыздырып қоямыз 200 градусқа. Енді осылай массаны құйғаннан кейін лопаткамызбен барлығын тегістейміз. Противинға жайып, жұқа қылып тегістеп шығамыз. Противин кәдімгі үлкен духовканың противині, осындай үлкен болу керек. Енді духовкаға салып қоямыз, 15 минуттай пісіреміз. Біздің коржымыз піскенше кремін дайындаймыз. Креміне 20% немесе 25% қаймақ, және де осындай вареный сгущенка 4 үлкен қасық қосамыз. Енді екеуін жақсылап араластырамыз. Кремінде осылай венчикпен араластырсаңыздар болады, немесе миксер қолдансаңыздар болады. Кремін араластырып болдық. Енді үстіне дәміне қарай 1 қасық какао қоссаңыздар болады. Егер де ұнамаса, қоспай қойыңыздар. Енді міне біздің корждарымыз суыды, осындай әдемі болып пісті. Жұмсақ өте. Енді осы коржды 4-ке бөлемін. Үлкен болғандықтан 4 корж қылып 4 бөлікке бөлеміз. Осындай үлкен әдемі жұмсақ болып шығады. Енді бірдей бөліктерге бөліп, тортымызға кремімізді жағып жинаймыз. Дайын болған корждардың үстіне әрқайсысына 3 қасықтан кремімізді жағып, тортымызды жинай бастаймыз. Тортымыздың кремдерін жағып болғаннан кейін 2 сағатқа тоңазытқышқа сала тұрамыз. Біздің крем өзінің формасына әдемі еніп, тортымызға сіңіп тұрады. Тоңазытқыштан алғаннан кейін бетін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдей бересіздер. Мен жай ғана шоколад ұнтағымен әсемдеп қоямын. Міне осындай әдемі болып шығады. Тоңазытқыштан кейін осындай шоколад ұнтақтарымен жай ғана шетінен әсемдеймін. Дайын болған тортымызды кесіп, турап жібереміз. Өте жылдам дайын болатын, өте оңай жасалатын торттың бір түрі. Жасап көруге кеңес беремін. Егер де ұнап жатса, мені қолдап қойды ұмытпаңыздар. Ол үшін осы каналдың астына өздеріңіздің пікірлеріңізді, ойларыңызды қалдырып қоюға болады комментарий бөліміне. Және де маған тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Егер де рецепт ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп отырсаңыздар болады. Міне осындай өте әдемі жұмсақ торттың бір түрі жасап көріңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.